Алдыңғы сабақ флотты өттік. Енді мұнан жалғасын жасап жіберейік. Міне жерге мынандай келтіруіміз керек қой. Тақырыбы бар болды. Мұнаныкінде былай келтірейік. Алдыменен мынау сайт бар. Бұны әзір бітті дей тұрайық. Яғни HTML-дың комментін жазайық. Сайт бар. Бұл өзіміз көру үшін, өзіміз білу үшін ғана. Ал енді сайт бар болғаннан кейін енді section. Section, яғни бөлек. Мазмұнымыз келетін бөлек. Осы жерге бағанағындай бір қысқа генай нәрсе істейік. Бұл layout CSS-қа жаңа қалың видеолар мынадар өстіп қатармен дізіліп тұратын келтіру үшін бұған бір контейнер, яғни қорап жасайық. Контейнер. Бұның атын контейнер емес, сериал контейнер, яғни сериалдардың контейнері. Сериал қояның барлығы телехикая. Осының ішінде мынандай екі рау бар, екі қатар, яғни екі қатар. Жоқ, бір қатар қаласайық, біз өзі автоматтарды астына түсіп отыратын қылайық. Бұнда осымен ұқсас ат қояйық. Бұны контейнер деп жазайықшы. Осының ішіне кол деп жазайық. Яғни рау деген ағылшынша мағынасы былай қарай бір қатар. Ал енді кол деген колум дегеннен қысқартып алынған, былай қарай қатар деген сөз. Енді былай қатардың ішіне былай қатар келтіруіміз керек. Осының ішіне кол. Колда ештеңе жоқ болсын. Бір, екі, үш, төртеу. Төртеу кеп тұрғаннан кейін мына ішіне section. Міне жерде section. Section'ның ішіне жазамыз ғой. Яғни мынағанда коммент жазып қойсақ болады. Басынан бастап жазып шығайық. Өзіміз түсіну үшін. Барлық элементтерге. Ал мынау бас жағы. Бес автомат жазылатын бар сияқты болатын. Жазылмаса онда өзіміз жазсалайық. Мынау header бас жақ бөлімі. Ал енді мынау навигатор, сілтемелер. Сілтеме. Ал мынау астындағы бағанағы біздің сериалдарымыз келетін жер. Бұны main page десілік, яғни маңызды бет. Маңызды бөлік, яғни main блок десілік. Ал осының ішінде сайт бар деген сайт бар, және section'нен құралған бұл. Сайт бар мен section. Енді бұл екеуінен ішінде контейнер бар.
жаңа жазып қойғанбыз. Контейнер барлығына ұқсас болсын. Контейнерға ештеңе жазбай қояйық. Контейнердің ішіндегі row деген классқа бағанағы мынаны бере салайық. Row'дың арт жағы таза болсын. Арт жағын екі жағын бірдей тазалап, яғни биіктігін ана ішіндегі колдармен ұқсас қылу үшін, әйтпесе биіктігі 0 болып қалады. Display block теңшейміз, немесе басқадай table деп те теңшеп қояды. Мысалы Bootstrap деген бар, UI framework дейді оны. Соның ішінде table деп теңшеп қойған. Row'дың after деген осыған теңшейміз. Ал енді осының ішіндегі колдарды контейнер row call әрбір call, яғни мына бұлай қатардың мына қатарлары ұзындықтары жаңа төрті ғой. 1, 2, 3, 4. Біз 100 прансетті 4-ке бөлсек 25 прансет. Яғни ұзындығы 25 прансет деп алайық. Енді бұған барлығына мына екеуінің аралықтары бар. Мына екеуінің аралығы padding берейік. Padding'ін 10 пикселік беріп қояйық. Шкаралық, яғни padding 10 пиксел. Енді артқы рең беріп қояйық. Өзіміз көру үшін. Міне осы бір кол ғана емес, мысалы бесеу жазсақ қайтеді дегенде, міне бірінің астына бір түсіп қалды тағы да. Енді колдың флотын теңшейміз. Өйткені жаңа флотын теңшемедік. Флот солға қарай. Мында. Бірақ міне жер бұлай асып қалды. Бұл неден дегенде box sizing теңшемедік. Box sizing content box деп қояйық. Content емес ма? Border box. Анда келді. 1, 2, 3, 4 деп ана көре алмай қаппыз. Border теңшейік. 1 пиксел болсын. Solid сызықша болсын. Реңі көк түсті болсын. Біз көзге көруіміз үшін ғана істеп жатырмыз. Мында 1, 2, 3, 4, 5. Мынада міне 8 тал бар. Яғни біз негізгі құрылымын орналастырып болдық. Енді бұның әрбірінің ішінде бір сурет, бір тақырып бар. Мына қалғандарымыз жазбай қойық. Оны кірістіре саласыздар өздеріңіз. Мұның бәрін өшіре салайық. Енді біреуінің құрылымын келтірейік. Ананың атын series item, яғни серия, бір тал серия. Item деген әдетте көбінесе бір затқа қаратылады. Сататын, сатып алатын заттар, тауар, яғни сол сияқты біреуін бір тауар деп атай тұрайық қазір. Осының бір суреті және тақырыбы бар.
суреттің өзін бір div-дің ішіне жазайық. Оның классы, яғни thumbnail деген, мына сияқты бетіне келген суретті әдетте ағылшынша thumbnail дейді. Мынаны біз өзіміз жазып жатырмыз ғой. Оған бір сурет келеді. Суретке бағанағы суретті қояйық. Яғни images'тің ішіндегі, cover'дың ішіндегі 62 дегенді қояйық. Сурет көрінбей қалса, сериялар деп көрініп тұрсын. Оның астына тақырып келеді. Тақырыпты біз H1-мен белгілей салайық. Жоқ, title деп жазсалайық. Тақырып деген сөз. Мында бір талы кеп болды. Нек суретін орнын алмастырып біз. Екеуін қайта алмастыра салайық. 62 деген сурет. 64 деген сурет көзгертейік. Сайт-бардың ішіндегі суретті 62 деген суретке. Біреу үлкен, біреу кішкен екен ғой. Міне. Келді. Енді бұның артындағы мына қоңыр реңді жоқ бітейік. Оны біз көру үшін ғана қойып қойдық қой жаңа. Section'ның background'ы brown дегенді алып тастадық. Міне. Ал енді бұл жерде мынау 4 тал болуға тиіс. Ал бұл жерде сурет мынадан асып кеткен. Осыдан неше кол бар? Біз 8 тал қояйық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бұл жерде анадыр 8 тал қойыпты ғой. Жаңалайық, міне. Тек суреттерген асып тұр. Енді суретін теңшейік. Суреттің бұл бөлікші болсын. Контейнер мынадар теңшедік. Енді серияның айтымының оның ішінде thumbnail деген бар. Мынағанды жазайық. Класс. Серияның тақырыбы және суреті. Ал жерге осының класс суреті тақырыбының суреті. Суретінің ең үлкен ұзындығы 100 процент. Одан асып кетпеу керек. Одан кейін әдеттегі ұзындығы ода 100 процент болсын. Мында ішіне кеп тұр. Мұна да асып кетіпті. Нені қатысты қойдық дегенде қол. Біз біреуіне ғана жазыппыз ғой. Қалғандарын өшіріп тастайын. Осыны қайтадан 8 алып көбейтейік. Кол. Мұны біздің орналастырып алғанымыз
құрылымды 8-ді аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мында 8-і дұрыс көрінді. Енді артқы реңін алып тастайық. Жаңа қызыл қып тастағанымыз ордырымды алып тастайық. Өйткені бәрі нормал көрініп тұр. Міне. Енді бордырын теңше қойыпты. Бордыр радиостарын суреттің бордыр радиосы 10 пикселді қояйық. Не? Бұл да оқсады. Ал енді астындағы жалғанымы. Анау тайтл емес, жалғаным екен. Тақырыбы біз осы тақырып қалпында қоя салайық, өйткені ешқайда жалғап жатқанымыз жоқ қой. Егер жалғаным болса, орнына әйді алмастыра салсақ болды. Осының тақырыбы рең беріпті. Реңі әдетте қара екен. Одан кейін бүйтіп үстіне барған кезде анандай жасыл өзгереді екен. Оны да жазып қояйық. Көшіре салдым. Үстіне барғанда өткеніміз қауыр. Осы кездегі реңі анау мына реңді бере салайық біз. Міне. Үстіне барған кезде мынаны өзгерді. Және анау жалғанымның мына қол өзгеріп кетті. Жалғаным екен білдіріп тұр, ал біздікі әріп екенін білдіріп тұр. Бізді оны өзгерте салуымызға болады. Яғни курсор деген бірдеңе бар. Осыны бұл осы біздің тышқан осының бетіне бүйтіп жүгіріп барған кезде, міне мына кезде бүйтіп әдеттегі әдепкі мәні, ал мынан үстіне барған кезде текст екенін білдіріп тұр. Көшіріп алуға болатын деген сияқты, өзгертуге болатын деген сияқты. Енді бұны жаңа қол өзгерту үшін оны поинтер деп айтады. Міне жалғаным екенін білдіріп тұр. Ал енді біздің тақырыбымыз өте жойдақсыз. Кішіретіп қояйық. Мынадан да кішкен екен. Мөлшермен 16 пикселді қояйық. Font size 16 пиксел. Жаңалап көрейік. Сәл біз ананы ғана теңшеппіз. Мін жерге емес, мін жерге жазуымыз керек. Тайтлға. Ал мынау мында келіп тұр. Негізі оқсады. Одан ары қарай өздеріңіз жазып оқсатсаңыздар болады. Міне астындағы 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлікке бөліпті. Және астын екеу кепті. 8 кескінді. Оны да жазып салайық. Section Container Мынау header болды. Коммент жазайық. Мынау header. Мынау main. Біздің көретін ең маңызды жері sidebar section деп екеуін бөліп тастадық. Енді бағана класс, мына сияқты бөліп қойған классымызды істете беруімізге келеді. Бірақ біз жаңадан істедік. Бұны астындағыны қатысты сериалдар деп қойық. About series жазамыз.
осыған about-тың контейнері деп жазайық. Жоқ, бағана контейнермен рауды істете берейік. Рау осының ішіне колды басқалай колға өзгертейік. Яғни колым бұлай тік қатарын series кол деп қояйық. Серияның қатары. Осыған ішіндегі нәрсесі ұқсас бағанағымен ішіндегіні мұнан түрді көшіре салымызға болады. Контейнердің ішіндегі, колдың ішінде жазып қойған, осыны көшіре салайық. Мұнда. Енді series кол дегенді өзгертейік. Бұл жаңа 4 қатар болуға тиіс болатын, ал мынау 6 қатар болуға тиіс. Сондықтан біз 6 қатарға өзгертеміз. Яғни 100%-ды 6-ға бөлеміз. Да. Контейнер ұқсас, ал көліміз series кол. Ал бұның ұзындығы жүзді 6-ға бөлсе қанша болады? Жүзді 6-ға бөлсе 16,6 процент болады. Яғни 6 қатар болады деген сөз. Содан енді сынап көрейік. Мұнда келді. Ал мынадарға аралық белгілегеніміз сол сияқты анағанда аралық белгілейік. Мұнаны бүкілдей көшіріп ала салайық. Тек қана ұзындығы ғана ұқсамайды ғой. Басқасы міне ұқсас. Ал осыдан жаңанада 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тал қойыпты. Бізде 8 тал қойайық. Серия кол. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Жауып қойайық. Мұнағында бір коммент жазсалайық. About series. Мұнда ұқсас болып шыға келді. Міне, біткен кезде бұлай барды. Ал енді мұна астың жағын қарапайым. Мұнадарды ғана жаза салайық. Қалған футер. Бұл не? 1, 2 бөлік. 3 бөлікке бөлініп тұр. Яғни міне ұқсас 3 бөлік. Соны біз 2 бөлікке ғана бөлеміз. Бұда да ұқсас. Бағана контейнерді істете берейік. Контейнер рауды да істете берейік. Ішінде колын footer кол дейік. Мұнау көлденең қатар, мұнау тік қатар болды. Тік қатарды бағана 4-ке бөлдік, одан 6-ға бөлдік. Енді контейнердің ішіндегі, раудың ішіндегі footer кол дегенді 2-ке бөле саламыз. Яғни ұзындығы 50%. Ал мынадар ұқсас. Міне бөлінді. Енді бұған мазмұн жазайық. Не жазамыз дегенде мынағанда бір коммент жазсалайық, түсінікті болу үшін.
біздің футерді жазып жатқанымыз. Мынаған ұқсастау бірдеңе жазайық. Түгел жалғаным екен. Бір тақырып. Мынаны істетпей қойық. Екі қатар жалғаным қылайық. Бір тақырып. Біреу тақырып. Бұған класс берейік. Классының аты footer link title, яғни астыңғы жалғанымның тақырыбы. Оған title деп қойық. Одан кейін footer колдың ішіне footer links деп бір қорапша беріп қойық. Біреу тақырып болды. Енді тақырыптың астына жалғаным қойық. Жалғанымға класс берейік. Footer link деп беріп қойық. Одан кейін жалғаным 1. Өзіміз кез келген ат жасалайық. Жалғаным 2, 3, 4, 5, 6. Ал мына жақтағы колда да осындай жалғаным бар. Екеуі ұқсас. Көрейік. Мында жалғанымдар бүйтіп келді. Тайтылына ұқсап қалды. Енді бізге керек мынау. Series item деп анан жаздық. Footer'ды келтірдік. Біз әзір осы астың жағын жазып жатырмыз. Бүйтіп ескерту жазып қойық. Енді footer'дың ішінде мынандай ат қойғамыз ана классқа. Осының ішіндегі мұна title және links'тің ішіндегі footer link деген бар. Footer links, title және link. Осылардың барлығының дисплейін блок, яғни көрінген кезде 4 бұрыш болып көрінсін. Мынадар бағана inline болады не? Бір қатар болып бірақ кетіп қалды. Inline және блокпен танысқамыз. Не? Барлық блок болып астына түсті. Енді жазудың реңдерін өзгертейік. Color ақ болсын. Ақ және font size. Фонттарын теңшейік. Анадыр өте кішкене болды жаңа. Барлығын 24 пикселға бірақ теңшейік. Міне келді. Енді бұны бөлік жазайық. Title'дың margin bottom. Яғни мен жерде екеу жабысып қапты бір-біріне. Осын алыстатайық. Астына 25 пиксел орын қалдырайық.
жаңалап көреміз. Міне астыға түсті. Енді мына астына сызық пайда болып қалған. Яғни әдепкі мәні сол. Бұны да көшіріп алайық. Бұның текіс decoration, яғни астындағы сызықтың аты осыны жоқ дейік. Болды. Енді үстіне барған кезде рең өзгеретін шығар. Өзгереді екен. Бізде өтірік өзгертіп қояйық. Бұның hover дегені бар. Осыған рең берейік. Реңі мынандай болып жарқырап көрінсін. Мында үстіне бара қалған кезде жарқырап көріне қалып тұр. Мынадарды көрдік, мынаны көрдік. Яғни біз бұл сабақта бір қарапайым бет жасап көрдік. Енді сіздерде осыны жасап зерттеп көріңіздер. Бір айта кететін нәрсе, мына жеріне келген кезде, мына рауды белгілеген кезде артына сөзсіз мынаны жазуды ұмытып кетпеңіздер. Яғни әйтпесе биіктігі 0 болып қалады. Мына жер мынау барлығы бір рауға жатады ғой. Осының биіктігі 0 болып қалады. Содан мұнаумен бірге қабаттасып сөйтіп ию-қию жағдай туылып кетеді. Одан сақтану үшін осы раудың арт жағына after деген бір қосымша бөлігіне, контентіне бос орын қалдыра салыңыздар. Одан display блокқа теңшеңіздер. Содан кейін оң солын тазалап тастасаңыздар, осы элемент осымен биіктігі ішіндегі элементтермен 100% болып еріп жүреді. Бүгінгі сабақ осыраға дейін. Осыны өздеріңіз көріп, жазып шығыңыздар. Егер сіздер көріп қана жазбасаңыздар, көп нәтиже шықпай қалады.